Армысыздар. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Қызғаныштың қызыл оты жарға жыққан келіншек. Ол бала кезінен қызғаншақ еді. Анасы базардан әпкесіне көк, бұған қызыл шұлық әкелсе, әпкесінің көк шұлығы әдемідей көрінетін. Қызғаныш оты алаулап, іштей өкпелеп те қалатын. Әкесі сәл еркелетіп жақсы сөйлеп жатса да, бұның қызғанышы оянып бұртиып, басқа бөлмеге тығылып қалатын. Осы әдеті өскенде де қалмады. Сыныптас қыздардың бірі әдемі, не жаңа киім киіп алса, қызғаныштан жарыла жаздайтын. Сол қызға бірнеше күн сөйлемей қоятын. Алғашында үндемей қалатын әдеті кейін өзгерді. Енді ол өзінен асып кеткендерді кекетіп, мұқатып, өшін алатын дәрежеге жетті. Бірақ осы қызғаныштықтың пайдасы да тиді. Ол өзінен ешкім асып кетпеуі керек деген пікірді ұстанып, мектепте үздік оқыды. Қызының тырысқақтығына қуанған әкесі бұл бұртиған сайын мұның бұл қылығын қызық көретін. Ал анасы болса, іштей қызының бұл мінезінен секемденсе де, үлкейіп ақылы кіргенде қояр деп үндемейтін. Бірақ ауру қалса да әдет қалмайды деген сөз бекер айтылмаған екен. Былтыр әпкесі Айжан мектеп бітірді. Анасы әупірімдеп жүріп банкетке көйлек тіктіріп берді. Бұл кезде Айжанның қуанышында шек жоқ еді. Әдемі көйлегін қайта-қайта киіп, айна алдына келіп, шашын сәндеп әлек болатын. Ал бұл іштей қызғаныштан жарыла жаздайтын. Ойында ештеңе жоқ Айжан сіңлісімен кеңескісі келіп, Гүлжан, қарашы шашымды, былай етсем қалай болады деп, шашын әртүрлі үлгіге салып сұрай беретін. Қойшы ей, білмеймін, дейтін бұлжыңданып. Айжан мектеп бітіретін жылы әкесінің бар тапқаны соған кетті. Соңғы қоңырауға дейме, сыйлыққа дейме, банкетке дейме, әйтеуір қырғын ақша кетті. Айжан үйге ақша деп келген сайын мұның шекесі тырысатын. Әкесі мен анасы тұңғыш перзенттерінің мектеп бітіргендеріне қуанып, Айжан не десе де орындайтын. Ал Гүлжан ақша сұраса, алдымен анасы қарсы шығатын. Мама, мен киім алайыншы, деді көктем шығысымен. Сыныптас қыздарының бәрі құлпырып жаңа киім киіп шыққанда, бұл қалай құр қалсын? Қызым, ақша болса қанеки, жаңа киім алып берер едім, көріп отырсың ғой. Анасы тағы да бұрынғы әңгімесін бастап келе жатыр еді. Гүлжанның ашуы бұрқ етті. Маған келгенде өмірі жоқ дейсіңдер. Айжан не десе де алып беріп жатырсыңдар ғой. Айжан мектеп бітіріп жатыр ғой. Қызым, келесі жылы сен де мектеп бітіресің. Қойыңызшы. Гүлжан ашуланып бөлмеден шығып кетті. Анасы өткен жолы да осылай деген. Айжанның киімдерін кие тұр. Сен кимегенде оларды енді кім киеді, дейді. Сонда бұл қашанға дейін әпкесінің ескісін киіп жүрмек. Гүлжанның осыған жыны келеді. Айжан үнемі жаңа киім киеді. Ал бұл бала кезінен бері Айжанның ескісін киюмен келеді. Осындайда Айжанның орнында болмағанына өкінеді. Соңғы қоңырауда жақындап қалды. Әпкесі соңғы қоңырауға арнап та жаңа киім алды. Қызғанып кетті. Мен де аламын деп қиғылықты салды. Соңғы қоңырауға киім аламын дегені несі, деп бірінші анасы ұрсып шықты. Кие бер, күнделікті киіміңді. Келесі жылға 1 қыркүйекке алмайсың ба? Миллионердің қызындай, о несей, деп кейі жөнелді. Гүлжан, папам мен мамамды неге қинай бересің, деп ақыл көседі Айжан. Сен өзіңді білші, өзің киім алғанда бәле дейсің ғой. Сонда сен ғана киінуің керек пе? Бұл үйде? Гүлжанның ашуы мұрнының ұшына келді. Айжан не десе де айтқанын істейді. Ал бұның айтқаны өмір жерде қалады. Мен мектеп бітіріп жатырмын. Келесі жылы сен де бітіресің. Сол кезде саған да әпереді, деді Айжан үлкендігін білдіріп. Иә, әпереді. Келесі жылы тағы да сенен қалған киімдерді ки дейді. Көресің ғой,
банкеттің көйлегін екеуіңде киесіңдер деп тіктірді ғой. Келесі жылы тағы да сенің көйлегіңді киемін деп Гүлжан көзіне жас алды. Айжан ойланып қалды. Бір жағынан Гүлжандікі де дұрыс. Үнемі бұған симай қалған киімдерді киеді. Қайтеді енді? Бүлінбеген, жыртылмаған, тап-таза киімдер. Гүлжан кимегенде кім киеді оларды? Тастауға обал болса. Оның үстіне бас-басына киім алып бере беретін жағдайлары да шамалы. Әкесінің азын-аулақ айлығы қайсы біріне жетсін? Менің көйлегімді кисең несі бар екен, дейді Айжан сіңлісін жұбатып. Жұрт әркім киіп тастаған көйлектерді де жалға алып жатыр. Ой, сен менің көйлегімді кисең не болыпты? Қыздар күлмей ме? Не деп күледі екен? Айжан таң қалды. Ол ешқашан бұлай ойламайтын. Ол адамдарды киіміне қарап таңдаған емес. Құрбыларымен де бар жоқтығына қарамай жақсы араласатын. Былтыр әпкесі киген көйлекті киіп алыпты дейді ғой, дейді Гүлжан жыларман қалды. Несі бар екен? Біздегі шырайшы. Солда 3 жыл бұрын бітірген жиен әпкесінің көйлегін алып киейін деп жатыр ғой. Оған күліп жатқан ешкім жоқ. Сендер күлмесеңдер, біздің қыздар күледі. Осылай деді де Гүлжан үйден шығып кетті. Банкет күні де жетіп келді. Әпкесі құлпырып кетті. Тү, осы қызыңды сұлу етіп туғансың да, Әлия, деді көршісі Шара әпке Айжанның шашын сәндеп жатып. Көзі мойылдай әдемі Айжан айнаға қарап отырған күйі жылы күлімсіреді. Екі бетіндегі шұқыршыға ойнақтап тіпті сұлуланып кетті. Осы қызыңды өзім келін қыламын-ау, деді сонан соң. Ой Шара әпке, кімге? Ертайға ма? Деді Айжан сықылықтай күліп. Бұл сөзге бәрі күлді. Шараның 3 қыздан соң тапқан тәтті баласы Ертай енді ғана мектеп табалдырығын аттаған бала. Ертайға болса болды, екеуміз құдағи боламыз, деді әзілдей Әлия. Шүкір, інілерім бар ғой, биыл 1-ші курсты бітіріп жатыр. Өткенде келген бе деп сұрады. Айжан екі бетінің ұшы қызарып. Иә, көрген екенсіңдер ғой. Во, мынандай жігіт. Шара бас бармағын шошайтты. Гүлжанның жанар оты жарқ етті. Екеуі танысып еді. Есімі Алтай. Сымбатты, сұңғақ. Жігітпісің жігіт. Онымен танысқан сәттен бастап-ақ ұнатып қалған. Аты Алтай, деді Шара Гүлжанның ойын оқып қойғандай. Айжанның теңі. Екеуі ежүзікке көз қойғандай бір-біріне сай болады. Қой, деп сөзге араласты Әлия. Енді ғана мектеп бітіріп тұрған қызымды бұзба сен. Алдымен оқуға түссін. Дипломын алсын. Жігіт те, күйеу де қашпас. Әлияның аналық қызғанышы оянды ма, кім білсін. Шараның мына сөздеріне іштей тұжырынып қалды. Гүлжан тіпті тырсып қалды. Айжан әпкесі тағы да алдын орап кетті. Іштей Айжанды да, Шараны да жек көріп кетті. Банкет бітіп, Айжан оқуға түсуге әрекет ете бастады. Осы сәт Гүлжанның ойына тың ой келді. Егер Айжан оқуға түссе, әкесінің бар тапқаны тағы да Айжанға кетеді, ал Гүлжан тағы да ақша жоқ деген сөздің құрбаны болады. Осыны ойлаған Гүлжан қалайда Айжанның алдын орауға әрекет жасады. Айжанды қайда оқытсақ екен, деп әңгіме бастады бірден әкесі шай үстінде. Бұл кезде Айжан сыртта жүрген. 1 айлықпен қалай оқытпақсың, деді анасы көңілсіз. Қиналсақ та оқытайық. Екеуміз де оқымағанбыз. Соның кесірін тартып келеміз. Енді балаларымыз оқып, білімді азамат болсын. Әкесі көсіліп сөйлеп кетті. Гүлжан іштей әкесіне де қарсы келіп отыр. Әке, деді ол әкесі сөзін тауыса бергенде. Айжан, биыл күте тұрса қайтеді. Келесі жылы мен де мектепті бітіремін. Екеуміз бірге тапсырамыз, бірге оқимыз, деп өз ойын айтып салды. Мұның да дұрыс екен, деді әкесі құптағандай болып. Қой,
Айжан биыл түсе берсін. Сен келесі жылы мектеп бітірген соң түсерсің. Анасы тағы да Айжанды жақтап отыр. Гүлжан ашуға булықты. Жоқ, Гүлжан дұрыс айтады. Екеуі де келесі жылы бірге түссін. Бір-біріне серік болады, деді әкесі. Айжан биыл түссе, келесі жылға дейін біршама үйренісіп қалады. Гүлжанға қорған болады, дегенім ғой, деді анасы күмілжіп. Гүлжан қуанып кетті. Бұл қуанышын Айжанға жеткізбек боп сыртқа шықты. Айжан, деді анадайда қызыл-сары гүлдің жапырақшаларын тырнағының үстіне жапсырып отырған әпкесін көріп. Гүлжан, қарашы, тырнағым қандай ұзын. Айжан ойында түк жоқ, сүйрік саусақтарын көрсетіп Гүлжанға қарады. Гүлжанның қуаныштан жүзі балбұл жанып тұр. Не болды, қуаныштысың ғой? Сен оқуға түспейтін болдың. Гүлжан кекете жымиды. Не дейсің? Әкем айтты. Екеуміз келесі жылы оқуға бірге түседі екенбіз. Қойшы. Айжанның манағы балбұл жанған жүзі сұрланып үйге кірді. Әке, мені биыл оқуға түсірмейсіз бе? Деді әкесіне еркелей тіл қатып. Көреміз қызым, деді әкесі. Теледидардан көз алмаған күйі. Әрі қызының мәселесін қайтаруға да дәті жетпей тұр. Әке, деді Айжан әкесінің қасына отыра қалып. Қызым, мені дұрыс түсін. Жетер-жетпес жалақым бар. Сені оқытамын ба, әлде мына бауырларыңа жеткіземін ба? Өзің ойлашы. Биыл бір басыңа қанша қаражат кетті. Келесі жылы Гүлжан мектеп бітіреді. Оған да соншама қаражат керек. Сен оқуға түссең, тіпті көп ақша керек болады. Сонда мен не істеймін? Қайда ақша табамын? Айжанның көзіне жас келді. Булығып жылап сала берді. Қызым, жылама. Келесі жылы Гүлжан екеуіңді міндетті түрде оқуға түсіремін. Сәл ғана шыда, деді әкесі қызын бауырына басып. Айжан жылап бірнеше күн тамақта ішпеді. Гүлжанның қуанышында шек жоқ. Ыңылдап ән салып жүріп, үйдің бар шаруасын атқарып тастаған өзі де білмей қалады. Анда-санда әпкесінің солғын түрін көргенде ғана өтірік мұңайған күйіп танытады. Ту, біз қашан жұрт сияқты өмір сүреді екенбіз, дейді Айжанға жалпақтап. Қашан жұрт сияқты асып-тасып жүреді екенбіз. Келесі жылы тағы да ақша жоқ деген сылтау болмай, екеуміз де оқуға түссек жақсы болар еді. Айжан әкесін де қинай беруді жөнсіз көрмеді. Мейлі, деді іштей. Келесі жылы Гүлжан екеуміз бірге түсерміз. Осылай жүргенде бір жылда өте шықты. Есірген Гүлжан ақша шашудан алдына жан салмады. Мама, ақша берші, деп тұрады. Күнде таңертең мектепке кетер алдында. Қызым-ау, тағы неге, дейді Әлия кейіп. Суретке түсіп едік, соны алуым керек. Күнеге суретке ақша дейсің, не істейсің сонша суретті? Жоқ ақша. Ту, маған келгенде өмірі жоқ дейсіз. Былтыр Айжанға жоқ демей-ақ тауып беретін едіңіз. Айжан сен сияқты ақша шашқан емес. Одан кейін сен қыз неге Айжанды күндей бересің? Ол әпкен ғой, ұят емес пе? Өтірік пе? Ол ақша сұраса бәрі бере беретін едің ғой. Қызының бір беткей қайтпас болып келе жатқанына Әлия таң қалды. Кімге тартты екен? Қай жерде қателесті екен? Әлия ойланып қалды. Гүлжан есікті тарс жауып кете барды. Осы қызың біртүрлі ырысқақ болып барады, деді бірде күйеуіне Әлия. Гүлжан ба? Білмеймін, бірақ әлі бала ғой. Есі кірген соң қояр. Қайдам, Айжанды көре алмайтынына таң қаламын. Қызғаншақ. Қойшы сенде, қайдағыны айтпай. Қызың туралы қалай ойлай дейсің? Әлия үнсіз қалды. Гүлжан жайлы бұрынырақ ойлау керек еді. Еркелік пе, қызғаныштық па? Осының екі арасын айыра алмай әлек. Мен банкетке көйлек тіктіремін, деді бірде төбеден жай түскендей. Анасы Әлия да, әпкесі Айжанда аңтарылып қалды. Көйлегің бар ғой, деді жай ғана Айжан. Мен оны кимеймін.
Несі бар екен? Неге кимейсің? Сөзге Әлия араласты. Кигім келмейді. Әлияны мына қыз шаршатайын деді. Кимесең кимей-ақ қой. Шаршадың сен қыздан. Маған басқа көйлек алып бересіз. Қайдан? Аспаннан ба? Салбырап көйлек түссе өзің-ақ қағып ала бер. Былтыр Айжанға тіктіріп бердіңіз. Маған келгенде үнемі жоқ дейсіз. Айжанға екеуің киесіңдер деп тіктірген жоқпын ба? Жап-жаңа көйлек қой. Айжан бір-ақ рет киді. Сонда мен тағы да Айжанның қалған киімді киемін ба? Басқа нәрсенің бәрін жаңадан алып беріп жатырмын ғой. Ақша жоқ қой қызым. Болмаса сенен аяймын ба? Әлия кемсеңдеп көзіне жас алды. Былай тартсаң былай жетпейтін. Тұрмыс титығынан шаршап жүргенде мына қызының қылықтары мүлде қинап жіберді. Дегенмен Гүлжан өз айтқанын істеді. Айжан киген көйлекті құрбысына жалға беріп, өзі жалға қаладан көйлек алдырды. Банкет болатын күні Әлияның үйінен тағы да дау шықты. Гүлжан қалаға барып шашымды сәндетіп келемін деп тағы да өнер шығарды.